Көзіңдегі жасты сүрткен адам саған жылама деп айтқан адаммен тең емес. Қысылғаныңда келіп, сүйеніш боп, қолыңды қысып, қасыңда мен бармын деген адам, қиналсаң, хабарласарсың деген адаммен бірдей болмайды. Жағдайыңды сұрап, даусыңнан ақ халіңді түсінетін адам, жақсымын дегеніңе көне салатын адамдармен дәрежелес емес. Жүрегіңнен керексіз жандарды шығарып тастасаң, іс жүзінде сені қадірлейтін адамдарға орын қалады. Жүрегі кірге толы адам айналасындағы адамдардан кір іздеумен әлек болады. Жұдырықтай жүрекке кір жинамай, нұр жинайық. Иманды жанның басына түсетін уайым қайғы, тіпті денесіне кірген тікеннің өзін Алла тағала оның күнәларын кешіру үшін себеп қылып қойған. Расында адамның басына қасірет берілсе және сол қасіретке сабырлық танытса, қанша жақсы амалдарымен де жете алмас деңгейге дәрежесі көтеріледі делінген. Ештеңе де мәңгі емес. Кез келген уақытта бәрі өзгеруі мүмкін. Жақсы ойлау өмірді гүлді етер, күндей боп көңілді нұрлы етер. Жаман ой сындырады сағыңды, жаныңды жабырқаулы мұңдетер. Бір қауым өзін өзі өзгертпейінше, Алла оны өзгертпейді. Алтын мен күміс өзге элементтерден от арқылы тазартылады. Сол секілді мүмін адамдар да күнәларынан басына түскен қиындықтар арқылы тазарады. Тілің истиғфар айтудан құрғамасын, себебі Алла дұғаны кері қайтармайтын уақыттар болады. Сөйлеу күміс болса, үндемеу алтын. Жамандықтан аулақ бол, ол да сенен ұзақ болсын. Себебі жамандық жамандар үшін жаратылған. Білгендеріңмен амал етпейінше, білмегендеріңді үйренбе. Құрметті көрермен, арнаны қолдап, лайк басып, коммент қалдырып, достармен бөлісуді ұмытпаңыздар.